Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз сіздермен хлорофитум өсімдігі туралы айтатын боламыз. Менің бір көрерменім гүлімнің жапырағы сарғайып кетті, не істеуге болады деген сауал қойған екен. Осы хлорофитум туралы толық осы видеода ақпарат бергім келіп отыр. Егер де осы менің видеомды аяғына дейін көргілеріңіз келсе, менімен бірге қалыңыздар. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, колокольчик белгісін басып, өздеріңіздің пікірлеріңізді осы хлорофитум туралы не білесіздер, үйде өздеріңіздің хлорофитум гүлдеріңіз болса, қалай күтім жасайсыздар, сол туралы жазып, комментарияға жазып кетсеңіздер болады. Енді хлорофитум ол көп жылдық өсімдік болып келеді. Оның отаны оңтүстік Африка, тропикалық және субтропикалық аймақтарда, оңтүстік Африка, Америка, Мадагаскар аралдарында тараған бұл хлорофитум. Ғалымдар хлорофитумның улы газдан жақсы тазартатынын анықтаған. Бұл гүлді әсіресе ас бөлмесінде өсіру керектігін айтқан. Менің осы хлорофитум гүлім ас бөлмесінде аспалы подставкада тұрады. Өзін жақсы сезініп тұр. Терезеден жарық өте жақсы түседі. Міне бұл хлорофитумды мен кішкентай өскен кезінде алып отырғызғанмын. Міне биыл мен көктемде отырғыздым осы горшокқа, екінші шамалы өскеннен кейін осы екінші горшокқа отырғыздым. Өзін жақсы сезініп тұр. Міне жаздай жақсы өсті. Енді ол басты бұл гүлдің ерекшелігі күтімді көп қажет етпейді. Есесіне бөлменің ауасын жақсы тазартады. Енді бұл хлорофитум нені жақсы көреді? Бұл хлорофитум су бүріккенді жақсы көреді, және де жапырағына жиналған шаңды жуып отыру керек. Бұл хлорофитум ылғалдылықты жақсы көретін өсімдік. Бұл сол өсімдіктің қатарына жатады. Сонда нені жақсы көреді десек, бұл гүл жаңағы ылғалды, сосын жаңағыдай су бүркіп тұрғанды жақсы көреді екен. Жетісіне бір рет су бүркіп тұруға болады. Мен 3 күнде бір рет су бүркеймін гүлдерімнің барлығына. Сосын жетісіне бір рет, өткен менің видеоларымды қарасаңыздар, сол видеода айтылды, жаңағы перекис водородымен гүлдерімді су бүркіп тұрамын. Ол перекис гүлдердің өсуіне жақсы, жапырақтардың жаңыз біз тамырдан ғана қорек бермейміз. Бұл өсімдіктерге жапырақ арқылы да қорек береміз. Сондықтан да перекисті мен гүлдеріме жетісіне бір рет жаңағы перекиспен су бүркіп тұрамын. Енді хлорофитумды біз қалай көбейтеміз дейміз. Хлорофитумның тамыры қалың және мықты болып келеді. Тамырлары бір жылда өте тез көбейеді. Бұл тез өсетін гүл. Менің осы гүліме мысалға 1,5 жылдай болған шығар, міне уже үлкен болып өсті. Хлорофитумды біз жылына үлкендеу горшокқа өсіріп тұруымыз керек. Өйткені бұл бір жылда, міне көрдіңіздер ғой қалай өскен. Мен биыл уже горшогын сәл-пәл үлкендеу горшокқа отырғыздым. Ал енді келесі жылы көреміз, бұдан да үлкендеу болып өссе, көктемде мен бұны тағы да бұдан да кеңдеу ыдысқа отырғызатын боламын. Егер гүлдің ыдысы тар болатын болса, ол өзін жайсыз сезінеді бұл гүл. Өскіндері ол қай уақытта шығады? Өскіндері тамыры ыдысты толтыра алмаса, ол кезде өскін бере алмайды. Ал мына тамыры ыдыстың бәрін толтырып, ыдыстың мына төменгі жағына тамырларының бәрін жақсылап толтырған уақытта бұл өзінің өскінін беріп аша бастайды. Қалай көбейтеміз? Гүлді жаңағыда жылда отырғызамыз дейміз ғой. Жылда егер үлкен болып кетіп жатқан жағдайда гүлді тамырынан бөліп, кәдімгі өткір пышақпен қиып жіберіп, бөліп үлкен гүлдерді отырғызуға болады. Және де мына араларынан розетка дейді, мынандай ұзын сабақша шығады. Сол сабақшаның ұшында әппақ майда-майда гүлдер болады. Сол гүлдерден
өскіндер пайда болады. Сол өскінді де тамырлатып суға салып, болмаса ол өскіндердің астыңғы жақтарында тамырланатын дайын өзінің стрелкалары бар. Сол мына ылғалды топыраққа отырғызып қойса да, ол жаңағы бірден өзінің тамырын алып кетеді. Міне біз сондай әдістермен осы хлорофитум гүлін отырғызады екенбіз. Енді бұл хлорофитумның жапырағы неден сарғаяды дейді. Жапырақтарының сарғаюы ол әртүрлі жағдайдан болуы мүмкін. Егер жапырағы бозғылт тартып, содан соң бүйтіп ұзына бойы жасыл жапырағы сарғайса, онда гүлге жарықтың жетіспегендігінен. Бұл гүлдің екі түрі болады, мынандай жиектерін ақ жиектелген болады, гүлдерім жапырақтары. Сосын бұрыннан біздің бала кезімізде біз білетінбіз бұл хлорофитумды. Бұны біз пішен гүл дейміз. Естігендеріңіз болса, пішен гүл дейтін едік бұны. Соның жасыл ғана түрі бар еді. Мынандай ақ жиектерінде ақ жолақтары жоқ. Сол гүл ол өте шыдамды. Енді мына түрі, бұл енді жапырақтары әлсіздеу болады, сынғыш келеді. Сосын жаңағы жапырақтары сәл-пәл жұқалау болып келеді. Ал бір түс хлорофитум, оның жапырағы қалыңдау болады. Сосын ол өте шыдамды гүл. Міне, ол гүлді көлеңкеге отырғызсаңыз да болады. Ол өзінің түсін жоймайды. Ал мына гүл, мына түрі, бұл көлеңкеге егерде қоятын болсаңыз, бұл өзінің мына жиегіндегі ақ жолақшаларын жоғалтатын болады. Енді бұл гүлді қатты күн сәулесі қатты түспейтін, бірақ жарық жерге қоюымыз керек. Мысалға менде дәл терезеге қарама қарсы подставкада тұр, өзі жақсы сезініп тұр. Міне, өзінің түсінде жоғалтқан жоқ, әп-әдемі болып өсіп тұр. Бұл гүлдің төменгі жапырақтары, ең төменгі жапырақтары ашық сары түске айналуы, ол суды мөлшерінен көп құйғандықтан тамыры шіріп жатыр деген сөзді білдіреді. Ол кезде біз тамырын ашып қарауымыз керек. Егер гүлдің жапырақтарының көп бөлігінің ұштары құрғаса, ол кезде бөлмедегі ауа құрғақ болады. Ол үшін гүлді жиі су бүркіп тұруымыз керек. Ал егер үлкен гүлдің астыңғы жапырақтары сарғая бастаса, онда қорқудың керегі жоқ. Барлық гүлдерде ол көне жапырақтарының бәрі сарғаяды, оны біз алып тастауымызға болады. Енді ауруларына келетін болсақ, хлорофитумның бұл ауруға төзімді гүл, көп ондай аура бермейді, ауруға сирек шалдығады. Алайда щитовка дейді, өсімдік биті болады, ақ ұнтақ құртының әсерінен бұл ауруы мүмкін. Бірақ негізі ол ауырған жағдайда да оның жолы қазір табылды. Әртүрлі препараттар бар, сондай биттерге, кенелерге арналған. Соны сеуіп, тазартып алуға болады. Егер гүлдің жапырағы бозғылт сары болып, жұмсарып түсе бастаса, онда гүл өзін ыдыстан немесе жарық жетіспегендігінен өзін жайсыз сезінеді. Сонда бұл ең бірінші, бұл гүлдің жайсыз сезінуі, бұл суды мөлшерінен көп құямыз. Бұл гүл өте шөлге төзімді. Бұл гүлді бір ай суармасаң да, бұл гүл тұра береді. Ал көп суарып жіберсек, ол кезде тамыры шіріп кетіп, гүлдің әлсіреуіне әкеліп соғады. Біз бұл гүлді қалай қоректендіреміз? Гүлді жақсы өсіп тұрған кезде, өзінің гүлдердің барлық үй өсімдіктерінің өсетін уақыты бұл көктем мезгілі, қыстан әлсіреп шығып, бұлар көктем мезгілі марттан бастап өздерін жақсы сезініп өсе бастайды, күн жылығаннан бастап. Міне сол кезде март айынан август айларына дейін бұл гүлді, барлық гүлдерді жалғыз бұл хлорофитумды емес, жетісіне бір рет қоректендіреміз. Бұл хлорофитумды жетісіне бір рет қоректендіреміз. Ал басқа гүлдерді айына 2 рет қоректендіреміз, сонда 15 күнде бір рет. Ал бұл хлорофитумды жетісіне бір рет қоректендіріп тұруымыз керек. Ол тыңайтқыштардың барлығына дерлік жатырқамай өзін өсе береді.
бұған қандай тыңайтқыш құйсақ та, бұл сол тыңайтқыштардың барлығын қабылдап жақсы өсетін болады. Ал бір айда 2-3 рет қоректендірсек те көбетпейді. Оған өзінің жақсы өсуімен бізді қуантып отыратын болады. Бұл хлорофитумды қалай суарамыз? Хлорофитумды жазда өсу кезінде мол суару керек, топырақ әрдайым ылғалды болып тұру керек. Ал қыста сирек суарамыз. Құмын кептіріп барып, суарып, жетісіне 1 рет суарып тұруға болады. Ал жазда 3 күнде 1 рет суарамыз. Бір ай суармасақ та, жаңа айттым мен, бұл құрғақ болып тұрса да өлмейді. Сол шамалы мына жапырақтарын сәл-пәл бетіп, жапырақтардың ұшы төмен қарап тұрады, су ішкісі келіп, ал су құйғаннан кейін қайттан жапырақтарының басын көтеріп, өз қалпына келеді. Енді хлорофитумның болсақ, пайдасы ол ауа тазартқыш гүлдердің бірі. Ең ауаны жақсы тазартатын осы хлорофитум екен. Көміртек тотығын, ацетонды, никотинді және зиянды басқа да көптеген ауадағы микробтарды өзіне сіңіріп алады. Ал ересек үлкен өсімдік ол 2 шаршы метрге дейін жаңағы аумағындағы микробтарды жою қабілеті бар дейді. Жоғарыда айтып кеткендей, бұл гүлді ас бөлмесіне қойған жақсы. Сондықтан бір хлорофитум үйде бір емес, бірнеше хлорофитум үйге өсіруге болады. Әр бөлмеге бір осы гүлден қойып қойсақ, біздің бөлмеміздің ауасын жақсы тазартып тұрады. Ал өсуіне келетін болса, гүлдің жақсы өсуі үшін ыдысын кеңдеу ыдысқа отырғызу керек, жарық керек, суды уақытымен жетісіне 1 рет тыңайтқыштармен қоректендіріп тұру керек. Сол кезде жақсы өсетін болады. Енді хлорофитумның өскін беру үшін не істейміз? Ыдыс тар болу керек. Үлкен ыдыста ол тамырымен ыдыстың түбін толтыра алмаса, ол өскін бермейді, жаңа айттым мен. Енді бірінші ыдыстың түбін өзінің мықты тамырларымен толтыру керек. Содан кейін барып бұл өзінің өскін бере бастайды. Гүлді күннің көзінен тасалап, жарықтау жерге қою керек. Өте көлеңкеге де қоюға болмайды, ол көлеңкені жақтырмайды, жаңа айтып кеттім. Жарық жақсы түсетін жерде тұру керек. Менің видеом пайдалы болса, лайк басып, комментария жазып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.